Сәлеметсіздер ме балалар? Рахмет, отырыңыздар. Сабағымыз басталды. Так, 160-ты. Сарасқа Ксения кім жоқ? Апанашек Маргарита, Прибаев Дамир, Тамбаева Сабрина. Қалғандар түгел. Рахмет, отыраға. Балалар, бізде жаңа тақырып. Мұхиттағы жануарлар әлемі, мұхиттағы өсімдік әлемі, және мұхиттағы экологиялық проблемалар, және грамматика, есімдік. Бірақ бұл жаңа тақырыпқа өтпес бұрын біз алдыменен сіздермен үй жұмысын тексеріп алайық. Өйткені біздегі тақырып экология болған, өздеріңіз білесіз, экологиялық мәдениет. Жалпы экологияға қатысты тақырыптар болып жатыр бізде. Кәне кім айтады, балалар, мынандай алдарыңызда ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген кімнің афоризмі, кімнің өлеңі? Қадыр Мырзали. Өте жақсы. Қадыр Мырзали кім? Жазушы. Өте жақсы. Балалар, Қадыр Мырзалинің осы афоризмін, яғни өлеңін біз жақсы білдік, өйткені Қадыр Мырзалинді біз өттік. Философ, ақын, жазушы деп айтсақ, тағы да басқа қандай әндері бар? Осы кісінің сөзіне жазылған қандай әндері бар? Ана тілін арың бол, отыршылық, шабытты шақ, осындай өлеңдер бар. Тағы басқа, жақсы отыра ғой. Келесі, арал сөзін естігенде, арал дегенді естігенде ойыңызға не келеді? Ғасырдың ортасына дейін Арал теңізі үлкендігі жағынан жер бетіне 4-ші орында болған. Қазір көлдің орны бос қаңырап тұр. Оның экологиялық жүйесі үлкен өзгеріске ұшырағанын байқауға болады. Балалар, аралдың қазіргі жағдайы туралы кім айта алады? Аралдың қазіргі жағдайы. Есімен айта ғой. Арал теңізінің қазіргі жағдайы өте күрделі болып тұр, себебі оның әлі күнге дейін шешімі табылмаған. Оның шешімін табу үшін көптеген ұйымдар құрылып, мемлекеттерде атсалысып жүр. Өте жақсы. Бұл ғаламдық мәселе ма? Ғаламдық деңгейге көтерілді ма бұл мәселе, балалар? Енді өткен сабақта біз сіздерменен Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған аралым деген әнді аудио мәтіннен тыңдағанбыз, аудиозвуктан тыңдағанбыз, балалар. Енді сол аралым не туралы ән еді? Роза Рымбаеваның орындауындағы. Айта ғой. Өлеңнің идеясы арал теңізінің экологиялық хал жағдайы туралы, теңіздің тартылып шөгіп бара жатқаны туралы айтылған, және аралым өлеңінде ақынның теңіз туралы ойын арманын көруге болады. Және арал сен туралы айтам ән, арал ақтайдың саған, арал оралсаншы қайтадан арал. Өте жақсы, отыра ғой. Арал оралсаншы қайтадан дейді. Оралсаншы деген нені білдіруші еді? Орыс тілінде вернись дейді, арал теңізі құрып бара жатыр деп. Біз ғалымдар, жалпы әлем, жалпы ғалам өте қатты алаңдаушылық тудырып отыр, байқасаңыздар, мінеки алдарыңызда өткен тақырыпқа байланысты балалар бізге суреттеп тұр. Жақсы, бұл бізде үй жұмысы болған балалар. Экология мәселелеріне байланысты тағы кім не айта алады? Аралдан басқа Қазақстандағы экология, жалпы экология. Кім айтады? Айта ғой. Экология мәселелері жеке бір халықтың ұлттық мәселесі емес, ол қазіргі кезде ғаламның мәселесінде айналып өршіп тұр. Өйткені жер шары бүтін бір әлем. Ушығып тұр деп тұрсыз, ушығып тұр, өйткені ол бүтін бір әлем экология. Дұрыс айтасыздар. Жаңа тақырыптың мақсаты балалар, білім берудегі мақсаты мұхиттағы тіршілік иелері мен экологиялық мәселелер туралы жаңа ақпараттарды меңгеру. Сонымен қатар есімдікті өтеміз. Дамыту мақсаты мәтінмен жұмыс жасап, өз ойын ауызша және жазбаша жеткізе біледі. Тәрбиелік мақсат табиғатты аялауға, экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Жақсы балалар, оқулықтағы бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беру үшін қараңыздар, жаңа сөздегі жаңа тақырыптардан жазып алғаннан кейін, есте сақтанып жазып алғаннан кейін, мынандай сұрақтар тұр. Мұхит дегеніміз не? Жер шарында неше мұхит бар? Қай мұхитқа ерекше қызығасың? Мұхитта мекендететін қандай жануарларды білесің? Тағы да басқа сұрақтарға жауап беру үшін біз сіздермен аудио мәтінді тыңдап алайық. 5-ші тақырып. Бірінші, екінші сабақта. Екінші тапсырма. Мұхиттар өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне өте бай. Су астындағы тіршілік ғаламат көрініс. Теңіздер мен мұхиттарда жыл сайын миллиондаған тонна балық ауланады. Мұхиттарда өте ұсақ өсімдіктер мен жануарлар көп.
Ол ағзаларда қоректік зат мол болады. Жер шарындағы ең үлкен жануар кит. Киттердің тез өсуі қоректенетін өте ұсақ ағзаларға байланысты. Сонымен балалар, біз жаңа аудио жазған тыңдадық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мынадай сұрақ, мұхит дегеніміз не? Я, қайта ғой? Мұхит деген жер бетіндегі ең үлкен су айдыны. Өте жақсы. Гидросфера су айдыны. Жер шарында неше мұхит бар балалар? Айта ғой Есмин. Жер шарындағы 4 мұхит бар: Тынық Атлант, Үнді және солтүстік мұхит. Тынық мұхиты, Тихий океанды тыныш демей, тынық деп айтамыз, орыс қазақ тілінде олар. Тынық мұхиты, солтүстік мұзды мұхит, Атлант және Үнді мұхиты дейді. Өте жақсы. Келесі сұрақ, қай мұхитқа ерекше қызығасың дейді. Бар ма сондай мұхиттарыңыз? Ерекше қызығатын. Кім айтады? Айта ғой. Тынық мұхитқа қызығамын, өйткені ол ең үлкені және көлемінен ең терең. Өте жақсы, дұрыс айтады тынық мұхиты. Мұхитта қандай жануарлар мекендейді балалар? Қандай жануарларды білеміз мұхитта? Тіршілік ететін, мекендейді қандай жануар? Жан сөйлесең бе, айта ғой. Мұхитта балықтар, акулалар. Балық, акула, өзіміздің ойымызша. Және теңіз тасбақалары. Жақсы отыра ғой, жарайды. Жалпы айтыңыздаршы маған, жануарлардың адамзатқа пайдасы бар ма? Немесе жалпы мұхиттың адамзатқа пайдасы бар ма? Кім айтады? Айта ғой, қандай пайдасы бар? Жалпы мұхит жануарлары экосистеманы ғылыми зерттеулерге қажет және адамдарға қосылады. Өте жақсы, отыра ғой. Жақсы балалар, мұнда оқулықтағы 120 бетте біз жаңа тақырыпты ашамыз, жазыңыздар. Бүгінгі тақырыпты мұхиттағы жануарлар әлемі, мұхиттағы өсімдіктер әлемі, мұхит және экологиялық проблемалар және де грамматика, бұл бізге есімдік. Жаңа сөздер, жаңа тақырып және есте сақтаңыз, жазып алыңыздар дәптерімізге. Балалар, біздің оқулығымызда грамматика тұр, есімдік, яғни местоимение, орыс тілінде айтқанда. Есімдік тұр, есімдік дегеніміз не екендігін кім айтып береді? Кәнекей, жерде маған не жазылып тұр? Оқыңдаршы, Кәнекей. Есім сөздерді зат есім, сын есім, сан есім ауыстырып, қылардың орнына жүретін сөздер, есімдіктер деп аталады. Кім, не, неше, қай, қандай, қанша, қалай, қашан және тағы басқа сұрақтарға жауап береді. Есімдіктің түрлері, яғни виды местоимение. Қараңыздар, құрамына қарай қара және күрделі болып бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі туынды болып бөлінеді. Есімдіктің мағынасына қарай 7 түрі бар, жаңа өздеріңіз айттыңыздар. Кім айтады, қандай түрлері бар? Жадырек айта ғой. Есімдіктің түрлері жүктеу, сілтеу, сұрау, өздік, жалпылау, белгісіздік және болмассыздық Болымсыздық түрлері бар. Болымсыздық және белгісіздік есімдіктері. Өте жақсы. Сонымен біз бәріміз ережені дәптеріңізге жазып алған болсақ, балалар, енді ары қарай мәтінмен жұмыс істейтін боламыз. Сіздердің алдарыңызда 122 бетте 60 тапсырма тұр. Мәтін оқулыққа ашамыз балалар. Мәтін оқитын боламыз. Енді кім оқиды мәтінді? Жақсы оқи ғой. Мұхиттар мен теңіздер өсімдік пен жануарлар дүниесі деп бар. Бірақ бұл оны қорғаудың қажеті жоқ деген ұғымды білдірмейді. Көптеген мемлекетте, соның ішінде біздің елімізде, кейбір жануарлар қорғауға алынған. Солтүстік мұзды мұхитта итбалық пен маржандар бар. Итбалықтың саны азайғандықтан оларды аулауға тыйым салынған. Беринг теңізінде аралдарда теңіз мысықтары бар. Бұл жануарларды терісі әдемі, берік әрі өте қорғанады. Енді осы оққан мәтін бойынша қараңыздар, мындай тапсырма сіздерге. Төрт сөйлем деген әдіс бойынша, бірінші оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді бір сөйлеммен жазамыз. Пікірді жазып болсақ, балалар, келесі мындай тапсырма қараңыздар. Сурет бойынша, алдарыңызда сурет бойынша шағын әңгіме құрауымыз керек. Ол шағын әңгімеде міндетті түрде есімдік болу керек. Сабағымызды жалғастырамыз. Мұхиттың адамзатқа пайдасы ретінде қандай да бір тақырыптар берген болатын мен сіздерге жұбымен пікірталас, диалог құру керек болған бұл жерде. Сіздердің тақырыптарыңыз мұхит адамды азық-түлікпен қамтамасыз етеді деген тақырып. Яғни мұхиттың адамзатқа тигізетін пайдасы. Азық-түлік жағынан. Ал жақсы, қандай диалог құрасыздар? Сенің ойыңша мұхит деген не? Менің ойымша мұхит үлкен тұзды су кеңістігі. Ал мұхиттың пайдасы бар ма? Иә, бар. Мұхит адамды азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Қалай қамтамасыз етеді? Онда балық, теңіз өнімдері көп. Адамдар соларды пайдаланады.
иә, әрине жақсы диалог құрылды екеуіңіздің арамызда. Топтарыңыздағы тақырып мұхит адамды электр энергиясымен қамтамасыз етеді деген тақырып болған, иә? Ал жақсы, кім айтады? Қандай пікірталас диалог болады бізде? Мұхит адамға тек азық-түлікпен ғана емес электр энергиясымен де қамтамасыз ете алады. Әрине, электр энергиясымен, иә? Шынымен бе, ол қалай жүзеге асады? Толқындар мен теңіз ағындарының күшін пайдаланып электр энергиясын өндіруге болады. Арнайы турбиналар мен генераторлар арқылы бұл энергияны аламыз. Өте жақсы. Керемет, демек бұл таза жаңартылатын және экологиялық зиянсыз энергия көзі болып табылады. Егер оны дұрыс дамытсақ, мұхит энергиясы энергия тапшылығын азайтып, болашақта тұрақты ресурсқа айнала алады. Сонымен мұхит бізге тек азық-түлік қана емес, энергиямен де көмек бере алатынын түсіндік. Бұл керемет мүмкіндік. Сол теңіздің, немесе көлдің суынан жүргізілген электр энергиясын біз аламыз. Қапшағайда бар, Бұқтырма деген өзенде бар балалар, көлде бар Шығыс Қазақстан облысында. Яғни электр энергиясымен де қамтамасыз етеді екен. Келесі топ біздің өзінің постерін қорғай деп жатыр. Бұл кісілерде мұхит жануарлары. Осы суретте су состояниемін көруге болады. Бұл тасбақа, әртүрлі балықтар, олардың түрлері, және қасында бізде осындай ғимараттар, және осы әдемі пейзаж. Өте жақсы. Бұл біздегі теңіздің, мұхиттың астындағы жануарлар екен, жақсы. Келесі топ бізде мұхит өсімдіктері деген болған, иә, келесі топтан айта ғой, қалай қорғайсың? Жалпы бұл өсімдіктің аты сулава гүлі, бұл теңіздің бетінде болады. Астында болады. Астында болады. Кетеді. Ластану себептері, мұхиттың ластану себептері. Не салдыңыздар? Мұхиттың ластануы, ауаның ластануы және өз жеріміздің ластануын көрсетіп тұр. Қандай себептері бар дейді? Машинаның түтіні, көліктердің, қоқыстар, зауыттар, өте көп түтін шығады деп айтасыздар. Жақсы балалар, бүгін бізде жаңа тақырып болды. Мұхитқа байланысты әдеби және экологиялық мәселелерді біз біріктірген тақырып болды. Бүгінгі тақырыбымыз енді сіздерді, бұл тақырып студенттерді неге шақырады? Табиғатты аялауға шақырады. Дұрыс қой, иә? Ал енді сіздерге үй жұмысы жазыңыздар. Мұхит жұмбақ әлем тақырыбына жазып алыңыздар. Мұхит жұмбақ әлем тақырыбына есімдік қолданған монолог жазып келу. Бүгін біз есімдікті өттік сіздермен, және мұхит тақырыбын өтіп жатырмыз, жаңа тақырып. Енді осы сабақты бекіту үшін сіздермен мен тест жұмысын дайындадым. Алдарыңызда грамматикалық тест жұмысы. Грамматикалық бекіту үшін тест жұмысын беріп отырмын. Қараңыздар, жіктеу есімдігін табыңыз, тәуелденген тұлғадағы сілтеу есімдігін табыңыз, болымсыздық есімдігін табыңыз. Есімдік сөйлемде қандай жағдайда анықтауыш болады? Зат есім орнына қолданылса, тағы басқа, иә? Дұрыс есімдікті көрсетіңіз, дұрыс септелген есімдікті көрсетіңіз дейді. Септеу, падежи, оны біз білеміз. Барлық жоғы 6 сұрақ. 6 сұраққа жауап береміз тест бойынша. Жақсы, тест жұмысын жазып болсаңыздар, балалар, енді біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын боламыз, рефлексия. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Несімен қызықты болды? Не қызық болды сіздерге? Мұхит туралы білу және онымен терең танысу. Өте жақсы. Мұхиттағы жануарларды білдік па? Мұхиттағы өсімдіктерді білдік па? Және ластану себебі неге ластанады екен білдік па? Экологиялық проблемасы бар ма? Бар, оны да білдік. Жақсы, және біз қандай грамматикамен таныстық, Ксюша? Есімдік, орыс тілінде местоимение. Ал енді балалар бүгінгі сабақты қорытындыладық. Енді бағаларымызды қояйық. Сіздер бағадан бері қандай жұмыстар атқардыңыздар? Мәтін құрдық, суреттерді сипаттадық, тақтаға шығып, сұрақтарға жауап бердік, диалогтарға жауап бердік, мәтіннен қажетті ақпараттарды алдық, сөз тіркестерін құрадық, сөйлем құрадық, кластер құрдық, постер жасадық, бәрін істедік. Балалар бүгінгі тақырып бойынша енді бағаларымызды қоямын. Толық орын алған жағдайда 10, жартылай орын алмай қалған жағдайда 5, және орын алмаса 0. Өздеріңіз білесіздер, әр сабақтың
бағасы осындай болады. Бүгін менде жақсы атсалысып отырған адамдарға қазір мен баға қоятын боламын. Байрамова 95, Раисеева 95, Ибрагимова 95, Исмаилова 70, Молдақұл 70, және кім? Серік жақсы жауап берді, кішкене арасында айта алмай қалған жерлері бар, бірақ 90 қоюға болады. Кімде қандай сұрақ бар, балалар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы. Онда ше үй жұмысы бердім, сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.